Отан отбасынан басталады демекші, шағын мемлекет деп аталатын отбасының берекелі ортада өзара түсіністікте өмір сүру елімізде бейбіт және толыққанды қоғам құруға негіз болары хақ. Осындай берік отбасы қоғамның тірегі. Осы қатарға біз Бекентаевтар жанұясын жатқыза аламыз, себебі отағасының бұл тұрғысында өз ұстанымы бар. Ең бірінші мақсат мен үшін болған ол үй салу, екінші ұрпақ тәрбиелеу, үшінші дарақ ағаш отырғызу. Ол өзі ғұламалардың айтқаны бар. Осы үш мақсатты орындаған азамат деп. Ер азаматтың басты мақсаттарын орындаған Жаслан Бекентаевтың Жазира есімді жұбайымен көңіл қосып үй болғандарына биыл 27 жыл толып отыр. Олардың тату-тәтті ғұмыр кешулерінің бірінші себептері араларындағы махаббат пен сыйластық. Жазирамен мектеп оқып жүргеннен бірге таныстым. Ол кезінде мен 11 оқимын, Жазира 9 оқитында. Енді мектептегі өмір ғой, кештері болады, әртүрлі іс-шаралар болады. Содан бастап екеуміз таныстығымыз басталды. Жалпы екеуміз Қожаның Егінсай деген ауылының тұрғынымыз. Сол жерде бірге өстік. 97 жылы тұрмыс құрдық. Енді оған дейін әрине сыртынан қарап жүресің, қарайсың, бақылайсың деген сияқты. Сон енді өзімді жақсы көрді, ол көрсетті, ол жақсы көрген. Енді айтады ғой, жақсы көрсе адам ренжітпейді деген сияқты. Ол қай жерде болса да өзіңді қорғап жүреді деген. Сол қасиетін бағаладым. Жаслан бастапқыда Қостанай педагогикалық институтына оқуға түсіп 5 жылдай білім алады, ал Жазира оны ауылда қалып күтіп жүреді. Ол кезден телефон жоқ, хат, ол студент болып Қостанайға келді. Сонда хат арқылы біреуден бер жүреді. Солай енді бір жағынан махаббатымыз да болған шығар, енді жас болғасын махаббат болады. Осы махаббаттың арқасында екеуі қосылып шаңырақ көтереді, 3 ер баланы дүниеге әкеледі. Өмірге біз 3 бала келдік, Аллаға шүкір. Үлкеніміз 1998 жылы туған, ол Шерхан есімі. Одан кейін 2000 жылдары тағы да дүниеге сәби келді. Ол егіз балалар болды. Ермахан, Нұрхан деп аталары әжелер атын қойған. Міне біз бір отбасында кезінде жалғыз болсам, одан кейін жолдасым қосылды, одан кейін балалар қосылып, бір семьяға айналдық. Мен енді балалар туғаннан үйде отырдым, жолдасым жұмыста болды, көбінесе енді тәрбиені мен бердім деуге де айтуға болады. Енді қыз болмаса да ұлдар тәрбиесі өте енді қиын деп айтуға болады. Енді кішкентайында ол білінбейді, өсе келе уже әкесінің тәрбиесі керек болады. Жаслан да 27 жылдан бері ұстаздық қызметте болғандықтан өз балаларының жалпы бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Тәрбие отбасынан басталу керек. Отбасындағы тәрбиені әке мен шеше балаларға жағдай жасау керек, тәрбие беру керек. Сосын барып мектепте де көмектесу керек. Өйткені қазіргі таңда біз балаларға көзқарасымыз, тәрбие беру құндылығымыз өзгеріп кетті ме деп ойлаймын. Неге десеңіздер, баланы мектепке, тәрбиеге де, оқуға да ұстаздардың мойнына жүктеп қойды. Олай болу керек емес, отбасынан алу керек. Бүкіл құндылықты отбасынан сындырып барады, мектептен олар оқу, білім алады. Осыны түсінген ерлі-зайыптар балалардың барынша жақсы оқуларына өз үлестерін қосып, нәтижелерін де көре алды. Дегенмен бұлар біріншіден бастауыш сыныпта қызылға бітірді. Одан кейін міне қазіргі таңда айта аламын, қолдарында міне аттестат бар. Осы екеуі де қызылға бітірген ол оқуды. Енді қазіргі таңда Ермахан Рудный қалалық төтенше жағдайларында инженер қызметін атқарады. Лейтенант, аға лейтенант қызметінде жұмысы жаман емес деп айтуға болады. Сол басшылықтың көтермелеуімен, еңбектің бағалануымен, мынау елімізде су тасқыны болды ғой. Сол кезінде оттан қорғақ болу үшін апаттан министр генерал-майор Әрімовтің қолынан мынандай төсбелгімен құтқарушы марапатталды. Жаслан мен Жазира балалар тек оқуға ғана емес, еңбекке де баулып өсірген. Олар әкелеріне кішкентайларына үй салуға көмектесе, аналарына үй жұмыстарында қолғабыс танытып отырған екен. Тың жерден үй салғаннан кейін бұл балаларға еңбек тәрбиесін үйреттім. Мысалы, шеге түзеді, ағашты кесті, лайды езді, жаңағы темірді кесті, қаданы қазды. Міне, артық нәрсе керек емес балаларды. Балалардың өзінен әлі келетін кезінен бастап шаруаға жегу керек.
Міне аямау деген баланы. Бұл ертең болашағында балаларға қандай іске барса да шешініп кіріп кете алады деп айтуға болады. Үлкен балам ол тамаққа кішкене жақын. Мына егіз ұлдарым тамаққа жоқ, үлкен ол балам тамақ істеп анда-санда бір көңіл түскенде істеп қояды. Мама мен тамақ істеп қоям деп істеп қояды. Ал мына егіз ұлдарым олар үй жинап, енді қонақ шақырғанда көмектесіп, бірдемен құрастырып, енді жасасып, салысып, оны сондайларға жақын. Сосын жинастырады, енді жақын көмектеседі маған балалар. Бұл отбасында балалар тәрбиесіне ерекше мән беру, Жасұланның мектепте 12 жылдан бері тәрбиесі жөніндегі орынбасар болуы да өз септігін тигізсе керек, және отбасында ер адамның тәрбиесі қатаң болғаны жақсы дейді отағасы. Ал енді ер азаматқа ердей тәрбие беру, ол әрине тікелей маған байланысты болды. Мен ер азаматша тәрбиеледім қолдан келгенше. Өйткені біздің дінімізде хадисте жазылған ғой, баланды аясан аяма деген. Сондықтан ер баланың болашақ өміріне қадам басып, төселуіне, болашақта менің көзім кеткен кезінде де жақсы болуы үшін мен балаларды аяған жоқпын. Балаларға жаңағыдай ер азаматша тәрбиеледік. Ер азаматқа ердей тәрбие берсең ер болады, ал жаңағыдай басқаша бағытта тәрбиелесең ез болады дейді. Жасұланның тағы бір ер адам ретіндегі орны ұлдарын дүниеге әкеліп тәрбиелеп өмірде орындарын табуда Жазираның да үлесі ерекше болғандығын мойындап алғысын айтуы болды. Ұлдарымның осындай жағдайға жетуіне мен маңдан айтып жатырмын ғой, жолдасымның арқасы, жолдасым деп неге олай айтатынын, өйткені бәрібір тікелей жаңағы осылардың өсіп өнуіне қайда жүрсе де аман болуына тілекші болып, жаңағы бүкіл ақылын айтып сабақ беріп отырған осы кісі ғой. Сондықтан Жазира жарыма мен көп рахмет айтамын. Ол жарының бойында көптеген басқа да қасиеттерді бағалап үлгерген. Жазираның басындағы ең бағалайтын қасиет біріншіден ұқыптылық, екіншіден айтқан сөзінде тұрады, сосын не істесе де өзінің ыждахаттылығымен көңілімен істейді. Міне мен осы жағын қатты бағалаймын. Сосын жағдай айтамын, өтірік айтуды ұнатпайды. Осы өтірік айтуды ұнатпағаннан кейін де балаларымыз осылай болған шығар. Міне сосын үлкен бір сабырлық жатыр да. Сабырлы да дана бола алған Жазира бүгінде өзде келінді болып үйіне атана алған. Аспаздық қызметтегі ол қолы босағанда келіне тамақ даярлауды үйретіп, баланың жаман еместігін байқап үлгерген. Өте жақсы келін деп ойлаймын. Енді қазір өте жақсы. Бір ай ғана болды, бір ай ғана тұрды балаларымыз қолымызда. Енді мен білмеймін сырт көзде қалай екен, мен өзім өте қатты қарамаймын келінге. Ой, бүйту керек, сөйту керек, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Енді жас бала. Ол жүре келе үйренеді. Отбасы татулығы мен үйлесімділігі ата-ана мен бала және ерлі-зайыптылардың арасындағы сүйіспеншілік сезіммен тығыз байланысты. Осы сезімдер болғанда ғана бақытты жандардан тұратын отбасына айналады. Оны біз Жасұлан мен Жазираның жанұясында байқадық. Осыдан отбасы адам баласының алтын діңгегі, оның адамзат ұрпағына деген ықпалын өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайтынын түсіндік.